Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү кашыктыктан өтүлөтүн физика сабагында электр тогунун жумусу менен кубаты Joule заңы деген тақырыпты өтөтүн боламыз. Менин есимим Кудайкулов Дилшот, Мактарал ауданы Кажымаков атындагы номер 11 жалпы орто мектеби физика пәни мугалими. Сабактын максаттары: жумуш жана кубат формулаларын эсеп чыгарууда колдануу, Joule заңын эсептер чыгарууда колдануу. Сабакта кездесетін тірек сөздерimiz: токтың жұмысы мен қуаты, пайдалы әрекет коэффициенті, токтың жылулық әсері, Joule заңы. Бүгінгі сабақта сіздер есеп шығарғанда токтың жұмысы мен қуатының формуласын қолдануды және Joule заңының қолдануды үйренесіңдер. Токтың жұмысы: электр тогунун жұмысы зарядтар электр өрісінде өткізгіш бойымен орын ауыстырғанда жүзеге асырылады. Тізбек бөлігіндегі жұмыс А тең U көбейтілген Q деген формуламен анықтаймыз. Мына бір формуламен. Бұл жердегі Q дегеніміз алдыңғы сабақтардан білеміз, бұл заряд. Зарядтың өлшем бірлігі кулон. Ал U дегеніміз есе бұл электр кернеуі. Кернеудің өлшем бірлігі вольт. Үнемі электр энергиясы берілген құрал көмегімен энергияның басқа түріне ауысқан кезде, біз құралдағы жұмыс электр тоғы арқылы жасалады деп айтамыз. Ережеге сәйкес, екі нүкте арасындағы кернеу зарядты сол екі нүкте арасында қозғауға кеткен жұмыстың заряд шамасы қатынасына тең. Біз бұл ережеден берілген құралда жасалған жұмыс кернеудің өзі арқылы өткен заряд шамасына көбейтіндісіне тең деп айта аламыз. Мына ойыншық пойыздың жағдайында ток жасаған жұмыс батареядан қозғалтқышқа берілетін энергияға тең. Ал енді осы формуладағы Q-дің орнына біз мына бір теңдеуді формуланы алып кеп жазатын болсақ, бізде мына бір келесі формула шығады. А тең I көбейтілген UT деген формула. Бұл жердегі I дегеніміз бұл ток күші. Ток күшінің өлшем бірлігі ампер. Ал T дегеніміз бұл уақыт. Уақыттың өлшем бірлігін білеміз, бұл секунд. Халықаралық бірліктер жүйесінде жұмыстың өлшем бірлігі ретінде Joule қабылданған. Бір Joule'іміз тең болады ампер көбейту вольт көбейту секундқа. Төменгі ыдыстан жоғарғы ыдысқа суды сорып алу үшін судың потенциалдық энергиясының артуына тең болатындай жұмыс мөлшерін атқару керек. Жоғарғы ыдысқа суды сору үшін кішігірім электр сорғышын қолданамыз. Электр тоғының жұмысын есептеу үшін бізге амперметр, вольтметр және секундомер керек болады. Тетік басылған кезде сорғыш ауаны жоғарғы контейнерге ығыстырады. Секундомер жұмыстың атқарылуы уақытын өлшейді. Су толығымен сорылып алынғанда сорғыш атқарған жұмыс көлемін есептей аламыз. Сорғыш арқылы өтетін ток 10 джоульге тең жұмыс атқарады. Тоқтың 10 джоульнен суды сору үшін тек қана 9 джоуль қолданылған еді. Бұл сорғыштың пайдалы әсер коэффициенті 90%, ал энергияның қалған 10%-ы басқа энергия түріне, көбінесе ішкі энергияға түрленгенін білдіреді. Енді ток күшіні атқаратын жұмысын өлшейтін құрылғылар бар. Бұл құрылғыларды электр есептеуіш деп атаймыз. Бұл әр үйде орналасқан құрылғылар, бізге таныс болған. Ал енді электр тоғының қуаты. Электр тоғының қуаты электр энергиясының басқа түрлерге айналу жылдамдығын сипаттайтын физикалық шама. Электр қуатының формуласы P тең A бөлінген T. Қуатты біз P әрпімен белгілейміз, үлкен P әрпімен ағылшынша. Оны табу үшін жұмысты, сол жұмысты атқаруға кеткен уақытқа бөледі екенбіз. A бөлінген T. Енді бұл жердегі A жұмыстың орнына бағанағы формуланы алып келіп жазатын болсақ, бізде формуламыз келесінше өзгереді. Аның орнына I, U, T-ны жазамыз.
бөлінген Т. Бұл жерде уақыттарымыз, Т-ларымыз қысқарып кетеді. Сол кезде біздің теңдеуіміз келесіндей өзгереді. I көбейтілген U. Демек, тізбектегі ток күшін кернеуге көбейтетін болсақ, бізге ол қуатты береді. Халықаралық бірліктер жүйесінде қуаттың өлшем бірлігі ватт деп қабылданған. 1 ваттымыз тең болады 1 джоуль бөлінген секундқа. Ток күшін өлшеуге арналған аспаптарды, құрылғыларды ваттметр деп атаймыз. Ол мына суретте көрсетілген ваттметрлер. Ал енді осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар шығарамыз. Бірінші тапсырманы шығарылуымен көрсетем, ал қалғандарын өздерің орындайсыңдар. Бірінші тапсырмада бізге кернеу берілген 220 вольт және кедергі беріліпті. Кедергіміз 350 Ом. Біз табуымыз керек шамның қуатын табу керек. Формуласын жазамыз. P тең I көбейту U деген. Бұл формулада бізде I деген физикалық шамамыз, ток күшіміз жоқ. Тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңын қолданып, осы жерден I-ді табайық. Ом заңында I тең U бөлінген R. Осы өрнекті мына жердегі I-дің орнына алып кеп жазайық. Сол кезде U бөлінген R көбейтілген U. U-ды U-ға көбейтетін болсақ, ол U квадратқа тең болады, бөлінген R. Біздің формуламыз келіп шықты. Енді осы жердегі кернеу мен кедергінің мәндерін қойып есептеп, жауабын шығарамыз. Джоулен заңы. Өткізгіш бойымен ток жүрген кезде өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері ток күшінің квадратына, өткізгіш кедергісіне және токтың жүру уақытына тура пропорционал болады. Бұл Джоулен заңы. Бұл жерде мынау формуламыз Джоулен заңының өрнегі. Бұл жердегі Q дегеніміз бұл жылу мөлшері. Жылу мөлшері бізде электр тоғының атқаратын жұмысына тең болады. Өлшем бірлігі Джоуль. Осымен біздің бейне сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.